Ассалаумағалейкум, қазақ мемлекетінің заңды егесі алталаш қазақ халқым. Қазіргі таңда Қазақстанның билік құрылымының ең жоғарғы эшелондарында отырған лауазымды тұлғалары Қазақстанда атом электр станциясын салу бойынша референдум өткізуге белсенді түрде талпынып жатырғандары айқын көріністер тауып отыр. Ал бұлардың осы әрекеттері құқықтық тұрғыдан алғанда референдум өткізу арқылы бұл халықтың таңдауы деп көрсете отырып, Қазақстанда атом электр станциясын салу үшін жауапкершілікті қарапайым халықтың мойнына жүктеу фактісі болып табылады. Сондықтан да мен Қазақстан Республикасының азаматы, Маңғыстау облысының тұрғыны Дүйсенбаев Абат Нұртазаұлы Қазақстан Республикасында атом электр станциясының құрылысын салуға түбегейлі қарсымын. Және атом электр станциясының құрылысын Ресей мемлекетінің мамандарының салуына үзілді-кесілді қарсымын. Өйткені Ресей мемлекеті алталаш қазақ халқының ежелден келе жатырған ата жауы болып табылады. Және бұл туралы шынайы деректер мен интернет желісі арқылы кеңінен танысуға әбден болады.